Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай? Балалар, бүгінгі сендердің күндеріңе сәттілік тілеймін. Мен сендерге балалар, мына суреттерді көрсете отырып, бір жұмбақ жасырғым келеді. Бірінші суретке қарайық. Тәрелке сияқты, дөңгелек, түсі сары. Бірақ ол пішін емес. Сәби сияқты, көңіл күйі мына күліп тұрған сәби сияқты көтеріңкі. Бірақ көңіл күй емес. Ол бізге жылу береді, бірақ от емес. Ол не деп ойлайсыңдар? Дөңгелек, сары, әрине балалар, күн ғой ол. Жарқырап, көңілді болып шыққан күн екен. Енді балалар, осы күнді сендер түрлі түсті үшбұрыш пішіндерінен құрастырғыларың келе ме? Жарайсыңдар. Ендеше бірге құрастырып көрейік. Күнді құрастыру үшін балалар бізге түрлі түсті үшбұрыш құралдарымыз қажет болады екен. Бұған дейін біз балалар түрлі түсті үшбұрыштан мысық құрастырып едік қой. Бүгін жұмбақтың жауабына сәйкес күнді құрастырады екенбіз. Ол үшін бізге сары түсті үшбұрыштар және қызыл түсті үшбұрыштар қажет болады екен. Күннің балалар сәулелеріне біріктіріп, қызыл түсті үшбұрыштан ортасындағы дөңгелегін құрастырамыз. Күннің ортасындағы дөңгелек балалар 6 үшбұрыштан құралған. Ал сәулелері 6 сары үшбұрыштан құралған екен. Қараңдаршы балалар, біздің күніміз қандай көңілді болды? Енді бірге санайықшы балалар сары үшбұрыштарды. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қызыл үшбұрыштарды санайық енді. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Қызыл үшбұрыштарды 6 екен. Жарайсыңдар балалар. Сендер күнді өте жақсы құрастырып шықтыңдар. Керемет. Балалар, енді осы күн деген сөзден басталатын қандай өсімдік түрін білесіңдер? Ол күнбағыс. Күнбағыс қой балалар. Қараңдаршы, алқапта неше күнбағыс өсіп тұр? Қане бірге санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5 күнбағыс өсіп тұр екен. Күнбағыстың балалар, қараңдаршы, күлтелері күннің шуағы. Олар күлтелері көп екен. Күнбағыс балалар күнге қарап иіліп, күнге қарай майысып, күннің көзінен қуат алып өсетіндіктен оны күнбағыс деп атаған. Күнбағыс біздің бақшада және арнайы алқапта өсіріледі екен. Мына алқапқа қараңдаршы, күнбағыс қанша? Көп, әрине, көп күнбағыс бар екен. Бұл күнбағыстардан не өндіреді деп ойлайсыңдар? Әрине, өзіміз жақсы көретін шемішке және тағамдарға қосатын шемішке немесе күнбағыс майы өндіріледі екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, оқу қызметімізді қорытындылап, бір жақсы ойын ойнап жіберейік. Бүгінгі оқу қызметінде жасырылған жұмбақтың жауабы болатын затты көрсет.
Жарайсыңдар. Күн ғой, ә, балалар ол? Келесі. Балалар, біз күнді қандай пішіннен құрастырдық? Үш бұрыштардан құрастырған екенбіз, иә, балалар? Үш бұрыштардың қандай түстерін қолдандық? Дұрыс, қызыл және сары түстерін қолданған екенбіз. Сары түсті үшбұрыш қанша? Қызыл түсті үшбұрыш қанша? Жарайсыңдар, балалар. Күнді құрастырғанда біз 6 сары үшбұрыш және 6 қызыл үшбұрыш қолданған екенбіз. Балалар, шемішкені, шағатын сендер жақсы көретін шемішкені қандай өсімдіктен алады? Әрине, балалар, күнбағыстан ғой, иә? Күнбағыс. Келесі, күнбағыс сөзін буынға бөліп айтып көрші. Күнбағыс. Неше буын бар екен, балалар? 3 буын бар екен, балалар. Жарайсыңдар. Енді, балалар, мына күнбағыстардың ішін мынандай сызықтар, нүктелер арқылы толтырып, біз саусағымызды, қолымызды жазуға дайындайды екенбіз. Қарай қойыңдар, балалар, міне. Бұл тапсырманы мен сендерге өз беттеріңмен орындауға беремін. Осылай, балалар, ішін толтырамыз бірінші күнбағысымыз. Ал екінші кішкентай күнбағысты нүктелермен толтырамыз. Қараңдаршы, балалар. Мінекей. Осылай өз беттеріңше орындайтын тапсырманы мен сендерге жіберетін болам. Жарайсыңдар, балалар. Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады деген сенімдемін. Қош, сау болыңдар, балалар.